Тегін құқықтық кеңес алыңыз. Конституцияның 13-ші бабымен әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар екендігі, заңда көзделген реттерді заң көмегі тегін көрсетілетіндігі бекітілген. Тегін заң көмегінің бір түрі заң консультантымен немесе адвокатпен көрсетілетін құқықтық консультация болып табылады. Тегін құқықтық консультацияны кімдер ала алады? Мәселесіне байланысты алимент өндіру мәселелері бойынша жеке тұлғалар, зейнетақы және жәрдемақы тағайындау мәселелері бойынша жеке тұлғалар, оңалту мәселелері бойынша жеке тұлғалар, босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке тұлғалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандар мәселелері бойынша жеке тұлғалар, асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғалар, жұмыспен байланысты денсаулықтың зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша жеке тұлғалар, мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтар мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандары, адам саудасының құрбандары, азаптауға ұшырағандар, кез келген мәселелер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын тұлғалар, Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жеңілдіктер бойынша теңестірілген адамдар, басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдардың ардагерлері, мерзімді қызметтің әскери қызметшілері, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, жасы бойынша зейнеткерлер, көп балалы отбасылар, жан басына шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда республикалық маңызы бар қалаларда белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдар. Тегін құқықтық консультация беретін заң консультанттары мен адвокаттардың тізімі Маңғыстау облысының әділет департаментінің сайтында орналастырылған. Сондай-ақ Маңғыстау облысының заң консультанттары палатасына немесе Маңғыстау облысының адвокаттар алқасына жүгінуге болады.